Апа, Шымкенттемін, Бекжан базары, Айдын текстиль. Тур сіз айтқандай келдім. Айдын текстильдесін бе? Я. Қымбатын ал деймін, қымбатын. Алам, қымбатын алам ғой, уайымдамасаңызшы. Сізге мағанда кімге алам? Ең қымбат адамымсыз ғой менің. Я, болды апа. Апа, мешет етпейінші, арылайын. Болды. Қыздар, мынау ең қымбаты, турецкий. Осыны бар ғой, мен төркініме алып атырып ше, осыдан бер. Сосын ең арзаны бар ма? Ана китайский бар ше. Қайдан да арзаны бар бізде. Қандай? Түркменский. Өте жақсы сапада. Арзан ба? Иә. Соны да берші, ана. Басқа кісілерге керек етті. Апа, бәрін естіп тұрсыз ғой, е? Я естіп тұрмын. Әдей сізді естіп тұрсын деп қосып қойдым ғой осыны. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Мен елге төркініме деп айтам. Өйткені сіздер менің төркінімсіздер ғой, уже төркінімдей болып кеттіңіздер ғой. Я, кәдімгі төркінім сияқты ыстық көрем ғой. Китайскийді ана майда шүйде ауылға апарып тастай салайын деген ғой. Иә. Олар да мәз болып қалсын. Аха. Жақсы апа. Телефоным қосылып қалып кетіпті да. Иә. Қанша болды? 4700. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимаратты, көргедесің.